Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тұрсын Айдылхан, облыстық санаторлық мектеп-интернатының 11 сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге еліміздегі мыңдаған жастардың болашағын өзгертетін инновациялық жоба Digital Profiler'ды ұсынғым келеді. Біздегі жоғары сынып оқушыларының алдағы ең үлкен мәселесі ол мен мамандықты дұрыс таңдадым ба деген ой. Менің қатарластарым көптеген мағлұматты алады, бірақ оларда нақты тәжірибе жоқ. Соның кесірінен оқушылар мамандық таңдаудан қателесіп, уақыттарын текке құртып алады. Біздегі шешім тек ақпараттық база емес, біз оқушыларды тәжірибе мен ғылымды біріктіріп, үшті кәсіптік бағдар ұсынамыз. Және біздің платформаның ең маңызды модулі ол ментор көлеңке. Біздің бәсекелестерден басты айырмашылығымыз осы жерде. Басқа платформалар тек ақпарат берсе, біздің оқушылар нақты тәжірибе алады. Яғни ментор көлеңке арқылы оқушылар бойындағы қабілетті нақты жұмыс барысында сынап көреді. Осы арқылы оқушылардың мамандық таңдаудағы қателік деңгейін ең төменгі көрсеткішке түсіреміз. Біздің мақсатты аудиториямыз ол Қазақстан өңіріндегі барлық 9-11 сынып оқушылары. Біздің платформаның әлеуметтік маңызы зор. Біз тек қалалық оқушыларды ғана емес, ауылдық оқушыларға да мүмкіндіктер береміз. Бизнес модель. Жоба қалай іске асырылады? Яғни бізге гранттар мен қорлар қажет болады, және мектептермен ынтымақтастық және жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін премиум қызметтер енгізіледі. Қажетті ресурстар ол техникалық мамандар, оның ішінде IT-дің білікті мамандары. Екіншіден, әдістемелік қолдау, ол психолог пен педагогтардың көмегі және инвестиция гранттар. Әңгімемізді түгендей келе, біз тек ақпарат емес, оқушыларға тәжірибе ұсынамыз. Қорытындылай келе, Digital Profiler Қазақстанның білім беру саласына қажетті жаңашыл және тәжірибеге негізделген шешім. Біз оқушылардың болашаққа сенімді қадам басуына көмектесеміз. Назарларыңызға рахмет.